Қазіргі кезде Илон Маск деген есім көп айтылып кетті. Сіз Илон Маск туралы не білесіз? Сәлем достар, Казблокнет арнасының кезекті видеосы гений, миллиардер, инженер және Forbes журналы бойынша әлемдегі ең ықпалды адамдардың бірі Илон Маск туралы болмақ. Илон Маск 1971 жылы 28 маусымда Оңтүстік Африка Республикасындағы Претория қаласында дүниеге келген. Балалық кезінен ғылымға өте қызыққан. Әкесі Эрл Маск 10 жасында оған Командер маркалы ең алғашқы компьютерін сатып алып береді. 12 жасында Илон компьютердегі программалауды жақсы үйреніп алып, алғашқы компьютерге арналған ойынын дүниеге әкелдіреді. Кейінірек бұл ойынды $500 сатып, түскен $500 қаладағы фармацевтикалық заводқа салады. Нәтижесінде $500 бірнеше мың долларға айналдырып алады. Жастық шағында Канадаға оқуға кетеді. Колледжде оқи жүріп Пенсильвания университетіне оқуға түседі. Онда ол инженерлік және бизнес мамандығы бойынша білім алады. Одан соң Стэнфорд университетінде оқи жүріп, ол сол кездегі ең алғашқы электронды анықтама ZIP-2-ні ойлап табады. Интернеттің дүниеге келуіне байланысты ZIP-2 өте тез дамиды. Кейінірек Илон ZIP-2-ні $307 миллион сатып, өзіне тиесілі $22 миллион иеленеді. Ол 30 жасқа жетпей-ақ миллионер болып үлгереді. Бірақ Илон бұнымен тоқтап қалмайды. Өйткені ол әлемді өзгерту үшін жүргенін түсінді. Серіктерімен бірге енді кезекте X.com деген компанияны құрады. Қазір ол компания PayPal деп аталады. X.com ең алғашқы онлайн төлем ақы жасау үшін программаларын ойлап табады. Кейінірек eBay-дің қатты қызыққаны сонша, ол программаларды $1,5 миллиард сатып алады. Инженерлікпен айналысып жүрген Илон Маск енді кезекте аспанға көз түседі. НАСАның Марсты отарлау жоспарларын қарастырған соң, НАСАның онда экспедиция жіберуге ақшасы жоқ екенін біледі. Сол кезде Илон бұл істі өз қолына алмақ болып шешеді. Нәтижесінде өмірге SpaceX компаниясы дүниеге келеді. SpaceX ғарышты зерттеуге арналған ең алғашқы жекеменшік компания, яғни Илон Масктың жекеменшігі деп айтуға болады. Қазіргі уақытта SpaceX-тің ең басты миссиясы Falcon және Dragon ғарыш кемелерін сынақтан өткізу болып табылады. Жетістіктер жағынан келетін болсақ, дәл қазір SpaceX ұшырылымдары Роскосмос ұшырылымдарынан асып кетті. Ал Роскосмос өздеріңіз білетіндей Ресейдің ғарышты зерттеуге арналған ең басты құрылымы болып табылады. 2015 жылдан бастап SpaceX Hyperloop проекті бойынша жұмыстар жасауда. Hyperloop 2029 жылға дейін Лос-Анджелестен Сан-Францисконы жалғауы керек. Ондағы пойыз жылдамдығы 322 км сағатына дейін жететін болады. Яғни қазірдегі жылдам пойыздардан 2 есе тез. Tesla – американдық электромобильдер өндіретін компания. Компания 2003 жылы Илон Маск пен оның әріптестерімен құрылған болатын, және есімі керемет өнертапқыш физик Никола Тесла құрметіне қойылған. Tesla-дан шыққан ең алғашқы спорткар 2006 жылы шықты. Одан бері Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3, Tesla Cybertruck сияқты көптеген маркаларын шығарып тастады. Мұнай сарқылып жатқан мына уақытта Tesla көліктері өте қарқынды дамып келе жатыр. Илон Масктың сөзі бойынша, осы жылы Tesla электромобильдерін зарядтайтын ақш-та ондаған зарядтағыш бекет болады, және олардың барлығы тегін жұмыс жасайтын болады, және болашақта да. Solar City деп аталатын келесі бір Илон Маск құрған компания. Күн панельдерін шығару және құраумен айналысады. Қазіргі таңда 13 мыңнан астам адам мұнда еңбек етуде. Қазіргі уақытта Solar City күн энергиясын өндіретін күн панельдерін орнату бойынша лидер. Solar City'дің штаб-пәтері Сан-Матеода орналасқан, Калифорнияда. Өздеріңіз көріп тұрғандай, Илон Маск жай адам емес. Оның әр басқан қадамы әлемді жақсы жаққа өзгертуде. Илон Маск басқаратын бұл компаниялар болашақтың компаниялары екенін айта кеткеніміз жөн. Себебі барлығы да мұнайсыз, яғни сарқылатын минералдарсыз жұмыс істейтін, пайдаға асатын өнер табыстарын әкеліп жатыр. Тағы да айта кетерлігі, Илон Маск сіз бен біз білетін железный человек. Темір адам киносындағы басты рөлдегі Тони Старктың оригинал нұсқасы, яғни Тони Старкты Илон Маскқа ұқсатып ойлап тапқан. Өйткені кинодағы Тони Старкты миллиардер, гений және инженер. В крутом костюме. Кто ты без него? Гений, миллиардер, плейбой, филантроп.
Достар, видеоның соңына да келдік. Міндетті түрде каналға тіркеліп лайк басып кетіңдер. Бұл Казблокнет арнасы, сау болыңдар.